Қайырлы күн достар. Бүгін оңай дайындалатын зебра пирогын дайындайтын боламыз. Видеоның соңына дейін көріп, тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Керегі бізге жұмыртқа және қант. Екеуін жақсылап тұрып, миксерлеп араластырып аламыз. Жақсылап араласқаннан кейін сұйық май құйып, және кефир құямыз. Тағы да жақсылап тұрып араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін ұнымызға разрыхлительді қосып, екеуін араластырып алып, массамызға саламыз ұнымызды және жақсылап тұрып тағы да араластырамыз миксермен. Араластырып болғаннан кейін массамызды теңдей екіге бөлеміз, екі бөлікке. Бір бөлігіне какао салып араластырамыз тағы да. Какаоны салып болғаннан кейін формамызға май жағып, кезектен кезек бір қасықтан салып шығамыз. Салып болғаннан кейін палочканы немесе зубочистканың көмегімен осылай әсемдеуге болады. Әсемдеп болғаннан кейін қызып тұрған пеште 35-40 минутқа пісіріп аламыз. Пирогымыз дайын, барлықтарыңызға ас болсын.